Сырғанақтың майы. Мен өзім Қытайда медицина оқығам, медицина саласында қызмет істедім 25 жыл. Сол қызмет барысында мен ашқазан жара болып шықты. Қызмет басым, тұрмыс басым да бар болуы мүмкін, өз нашар тұрмыстық әдеттеріміз де бар болуы мүмкін. Содан ашқазан жара деп шығып, содан біреулер осы шырғанақтың майын таныстырды маған. Мен осыны ішіп, ашқазан жара жақсы болды. Ашқазан жара жақсы болып, содан кейін, ой, мынау не сұмдық? Мен әсілі медицина оқыған мынандай нәрсемен анша араласпайтынмын. Қой соны деп. Сонымен мынау бір жақсы нәрсе екен деп, содан кейін шырғанақты зерттеп, шырғанақтың құрамында дәл қазіргіше 428 түрлі қоректік зат болады екен. 428 түрлі. Адам денесіне қажетті жаңа белок, қанат, минерал, тұз дейсің, витамин дейсің, соның барлығы мынаның құрамында адам денесінде үйлесімді түріне орналасқан. Мысалы, мергия дейді, ана саңырауқұлақ дейді, әлгі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ дейді. Атақты дәрілердің немесінде, мысалы, құлшектердікінде бір сыңар жақтылы, бір нәрсесі жоғары. Бірақ шырғанақта ондай емес. Шырғанақта барлық адамға үйлесімді орналасқан, көп орналасқан. Ал шырғанақтың қандай рөлі бар деген, шырғанақтың майы мынау әлгі балықтың майы сияқты. Қандай рөлі бар дегенде, мынау ішкі сыртқы жарақаттарды тез жетілдіреді. Мен ашқазан жара ішкі жарақат шығар? 12 бармақ ішек жара, ашқазан жара болады. Ал өденге Қытайда мынадан шырғанақтың мынасынан жасалған әйелдердің жатыр мойнының жарақат алуына арнаулы істетілген дәрілер бар. Шырғанақтан жасалған. Естеріңізде болсын. Сыртқы жарақат, жығылып қалған, сүрініп қалған, бәкі кескен, отқа күйіп қалған, дереу шырғанақтың майын жағасыз. Балаларыңыз жығылып сүрініп қалса, дереу мынадан алыңыздар, кесіп жіберіп балаңызға жағыңыз. Бірақ басқа бір жерге тисе, кетпей қойы, соны байқаңыз. Жағып қойыңыз, бір жетеде тез сақайды, тыртықсыз сақайды. Мынаған өте салғырақ olmaydı. Одан кейін бауырды қорғайды. Бауырды химиялық зақымдалудан. Осы күні қанбасының дәрісін ішкен адамдар көп пе жоқ па? Одан кейін қалай мұқан дәрі ішеміз, химиялық зақымдалу болады. Ұзақ уақыт арақ ішетін адамдар да бар. Бауырды зақымдалады. Осыны қорғайды. Бауырды қорғайтын заттың ешқандай кері рөлі болмайды. Мынаны таңертең кеш ашқарында 3 талдан ішіңіздер. Мен өзім 4 талдан ішіп жүрем. Аузыңызға сасаңыз еріп кетеді. Жұтына саласыз. Жұтына саласыз. Осы сияқты өнімдер. Одан кейін мына витаминсі барлық адамға қажетті. Кейбір адамдардың оңай тісі ғана аузы ойлатын адамдар бар. Иммундық ішіңізді өрлеткіңіз келсе, витаминсі ішіңіздер. Одан кейін қыстастамыз бар. Бұл чай сияқты жұңиша, жұңғоша даулаудың несімен жасалған. Тағы бір түрі бар. Екеуінің құрамы негізінен ұқсас. Ауыз болсын, дезинфекциялайды, тісті тазалайды, тісті ағартады. Одан кейін әйелдерге таныстыратын мынаның ішіндегі. Мынау өте жақсы. Мынаны әдетте поняусан дейді, қытайша поняусан дейді. Яурын. Әсілі өкіміп қоятын, мынау жағын. Мынаны, ана чал бар ғой, осыны құрған чал. Сол телевизорға арнаулы өзі рекламасы жасайды. Мынаны жақсы істетіңіздер, мынаны жақсы істетіңіздер. Ал одан кейін бізде жылқы майы, жылан майы, грем деген. Грем деп көріңіз ғой? Крем. Мынау өте жақсы нәрсе. Мен үйде шешеме істеткіземін. Мысалы, далада көп жүреді, жаңа немне киіп алып, жеңіл немне болады. Содан өкшелер тілініп жара болып қалады, өкшелер қатып болып қалады ғой. Соған жағып береді, одан кейін моншаға түскеннен кейін денесін жағасыз. Бетке жақсы көреді, теріні сондай асырайды. Одан кейін денедегі суықтан. Өз иісі де тамаша, өте керемет істеткен адамдар. Істетіп көріңіздер, керемет. Жылқының майында сондай денеге жағамыз. Енді мен... Бұл жыланның майы ма? Жыланның майы қосылған крем деп көреміз. Ал енді жыланның майы қосылған бір кішкене сұйықтық бар. Жыланның майы қосылған жоқ, жыланның майынан алынған. Ол буындарға жағамыз. Бағанағы мына